Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 11 маусымы бейсенбі және әлемдік қаржы нарықтары кеше жарияланған айдың ең маңызды макроэкономикалық есептердің бірі, яғни ақш-тағы инфляция деректерін талқылауды жалғастыруда. Дәл осы есеп соңғы тәуліктегі инвесторлардың көңіл-күйін анықтап, валюта, шикізат нарықтары мен қор индекстерінің қозғалысына негізгі әсерін тигізді. Бүгінгі күнтізбені шолып өтетін болсақ, бүгінгі күні еуро аймақта жалпы есебімен айтқанда өте маңызды күндердің бірі, себебі бүгінгі күні дәл осы еуро аймақтағы Еуропа орталық банкі жалпы есебімен айтқанда пайыздық мөлшерлемелерге қатысты жалпы өз шешімін жасайтын болады. Және Америка құрама штаттары туралы әңгіме қозғайтын болсақ, ол жақта жұмыссыздық индексіне, жалпы жұмыссыздыққа қатысты өте маңызды ақпараттар жарияланатын болмақ. Және бүгінгі күні онымен қатар тағы айта кететін бір нәрсе, ол әрине де Еуропа орталық банкінің жалпы төрағасы Лагард есімді азамат дәл осы орайда өзінің жалпы сөздерін айтатын болмақ. Ал негізгі жалпы жағдайларға көшетін болсақ, сіздермен бірге дәл осы орайда соңғы күндердің басты жаңалықтардың бірін айта кету қажет шығар. ақш-тағы инфляция әлемдегі ең ірі экономикаға баға қысымын әлі де сақтап отырғанын көрсетті. Нарық инфляцияның айтарлықтай баяулауын күтті, алайда жарияланған көрсеткіштер федералдық резервтік жүйесінің болашақтағы жалпы қадамдарына қатысты белгісіздікті сақтап қалды. Бұл инвесторлар үшін пайыздық мөлшерлемелерді төмендету мәселесі әлі де ашық күйінде қалып отырғанын білдіреді. Бірнеше ай бұрын нарық ФРЖ-ға жазда несие саясатын жұмсартуға кіріседі деп сенімді болған еді, алайда бүгінге мұндай сценарий әлдеқайда аз ықтимал болып көрінеді. Және индекстерге көшетін болсақ, алдымен кәдімгідей біздің осы жалпы америкалық доллар индексінен бастайық. Инфляция деректері жарияланған кейін DXY доллар индексі жаңа өсу импульсын алды. Америкалық валюта ақш қазынашылығы облигацияларының жоғары кірістілігінен жалпы пайда көріп отырған негізгі активтердің бірі болып қала береді. Пайыздық мөлшерлемелер жоғары деңгейде сақталып тұрған кезде жаһандық капитал долларлық активтерге бағытталуын жалғастыруда. Сонымен қатар долларға әлемдік экономикадағы белгісіздік те қолдау жалпы көрсетіп отыр. Геосаяси тәуекелдер мен бірқатар өңірлердегі экономикалық өсімнің баяулауы арқасында жалпы инвесторлар капиталдың бір бөлігін әлемдегі ең өтімді валютаға сақтауды жөн көруде. Бұл енді қысқа мерзімді перспективаны айтатын болсақ, долларға әрине де өз қолдауын береді, бірақ енді DXY индексі 100-ден жоғары болады деген сену әзірге қиындау. Сондықтан енді төмен ұмтылады деген сенімдер бізде болуы тиіс. Ал енді келесі біз талқылайтын тақырып ол әрине де еуро-доллар жұбы. Еуро-доллар жұбы қысым астында қалып отырғанын көріп отырмыз. Өйткені ақш пен еуро аймақ арасындағы пайыздық мөлшерлемелер бойынша күтулер тағы да доллардың пайдасына өзгерді. Еуропалық орталық банк инфляцияны мұқият бақылауды жалғастыруда, алайда еуро аймақ экономикасын қалпына келу қарқыны әлі де төмен. Инвесторлар Германияға ерекше назар аударуда. Еуропаның ең ірі экономикасы өнеркәсіп секторындағы қиындықтармен күресуді жалғастыруда. Өндірістік белсенділіктердің әлсіздігі еуро аймақтың экономикасының өсу әлеуетін шектеп, еуроға қысым келтіріп жатыр. Бірақ біз жаңа айтып өткендей, жалпы есебімен доллардың күшті позициялар сақталады деп айттық, бірақ негізі қандай да бір өзінің жалпы есебімен айтқанда максимум деңгейіне жеткен сынды көрінеді. Енді бұл қаншалықты дұрыс екенін тек қана уақыт көрсететінін біз жақсы түсініп отырмыз. Сондықтан енді уақыт өте келе дәл осы деректер қаншалықты рас болғанын бірге көреміз. Британ фунты туралы әңгіме қозғайтын болсақ, ол салыстырмалы түрде тұрақтырақ көрініп жатыр. Ұлыбританиядағы жоғары инфляция Англия банкіне мөлшерлемелерді тез төмендетуге мүмкіндік бермей отыр. Осы фактор фунтқа қолдау көрсетуде және оны басқа
еуропалық валюталарға қарағанда анағұрлым тұрақты етуде. Соған қарамастан Ұлыбританиялық фунт доллар жұбы үшін басты фактор әлі де америкалық доллар болып қала береді. Егер ақш облигацияларының кірістілігі өсе берсе, фунтқа қысым күшеюі мүмкін. Жалпы есебімен айтқанда бұл жерде де болжам өте қатты ұқсас, себебі осы үш жұп, үш индексін нақтырақ айта кететін болсақ, яғни DXY индексі, еуро-доллар индексі, фунт пен доллар индексі өте тығыз байланысты, бір-біріне жақын көрсеткіштерді көрсетеді. Сондықтан бұл жерде де енді кішігірім өсім фунт тарапынан болуы мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Аптаның басты тақырыптарының бірі мұнай нарығындағы жағдай болып жатыр. WTI маркалы мұнай бірнеше фактордың әсерінен жоғары деңгейлерде сақталуда. Біріншіден, инвесторлар таяу шығыстағы жағдайға байланысты тәуекелдерді әлі де ескеруде. Екіншіден, ақштағы жазғы маусым дәстүрлі түрде жанармайға деген сұранысты арттырады. Оны кешегі брифинг барысында біз сіздермен айтып өткен едік. Сонымен қатар күндері сақтық белгілері де байқалуда. Энергия тасымалдаушылардың қымбаттауы болашақтағы сұранысқа қатысты алаңдаушылық туғызуда. Мұнай бағасы неғұрлым жоғары болса, тұтынушылар мен компаниялар түсетін қысым соғұрлым артады. Ал бұл экономикалық белсенділіктің баяулауына әкелуі мүмкін. Сондықтан көреміз, енді әзірге кішігірім өсім бар екен көріп тұрмыз, және дәл осы өсім динамикасы сақталуы әбден ықтимал. Америкалық доллар және жапониялық иена жұбы көп жылдық максимумдарға жақын деңгейде тұр. Бұған ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы себеп болып отырғанын біз айтып өттік. Және Жапония банкі жұмсақ ақша несие саясатын жалғастырып жатқандықтан инвесторлар иенаны кредит операцияларын қаржыландыру үшін пайдалануда. Сонымен бірге нарық қатысушылары жапон шенеуніктерінің мәлімдемелерін мұқият бақылап жатыр. Валюта нарығына араласу мүмкіндігі туралы кез келген белгі бағаның күрт өсуіне себеп болуы мүмкін. Сондықтан көреміз, әзірге өсу динамикасы өте жоғары. Мінекей бірнеше осы маусым айы басталғаннан бері өсу динамикасы кәдімгідей жоғары болған көрдік, бірақ менің ойымша енді бұл сәл баяулауы әбден ықтимал. Әрмен қарай біз көшетін тақырып ол әрине де канадалық доллар және америкалық доллар жұбы. Канадалық доллар қарама-қайшы екі фактордың арасында қалып отыр. Мұнай бағасының жоғары болуы Канада валютасына қолдау көрсетеді, өйткені энергия ресурстары экспорты ел экономикасының маңызды бөлігі. Бірақ күшті америкалық доллар канадалық валютаның нығаю әлеуетін шектейді. Соның нәтижесінде доллар мен канадалық доллар жұбы мұнай бағасы мен ақш макроэкономикалық жаңалықтарына бірдей реакция беріп, жоғары құбылмалықты сақтап отыр. Енді инфляциялық есеп жарияланғаннан кейін алтын бағасы қысымға ұшырағанында көріп отырмыз. Бірақ алтын бағасын талқылаудан бұрын әрине де канадалық доллар туралы айта кету қажет, себебі доллардың енді қысқа мерзімді нығаюы екіталай деп айтып едік. Сондықтан енді бұл канадалық долларға сәл болса да өз көмегін, жалпы ықпалын тигізетін болады. Ал алтын бағасы қысымға ұшыраған көрдік. ақш облигациялар кірістілігі өсуімен доллардың нығаюы дәстүрлі түрде бағалы металға теріс әсер ететінін білеміз. Сонымен қатар геосаяси тәуекелдің сақталуы жалпы инвесторлардың қорғаныс активтеріне деген қызығушылығын сақтап отыр. Сондықтан алтын нарығында күшті доллар мен капиталды қорғауға деген сұраныс арасындағы күрес жалғасуда. Дәл сол күрестің салдарынан мінекей біз көріп отқандай әзірге алтын кішігірім төмендеу динамиканы көрсетіп жатыр, бірақ бұл енді төмен динамика ұзағынан сақталатыны екіталай. Себебі долларға қатысты ақпараттар жарияланғанын біз сіздермен көрдік. Ал енді әлемдік қор нарықтарына да жалпы есебімен айта кететін болсақ, кішігірім шолу жасайтын болсақ, америкалық индекстер аралас динамика көрсетуде. Өткен инвесторлар ФРЖ қазіргі мөлшерлемелерді қанша уақыт сақтайтын бағалауға тырысуда. Технологиялық сектордағы компаниялар жасанды интеллект пен цифрлық технологиялардың дамуы арқасында қолдау алып отыр, алайда жалпы тәуекелге деген тәбет әлі де шектеулі. Осылайша бүгінгі күннің басты қорытындысы ақш ақша несие
саясатына қатысты күтулердің өзгеруі, егер көктемде инвесторлар мөлшерлемелердің тез төмендеуіне сенімді болса, бүгінге нарық жоғары пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ сақталуына дайындала бастады. Дәл осы фактор долларды қолдап, алтынға қысым көрсетіп, және әлемдік қаржы нарықтарының негізгі бағытын анықтап отыр. Осымен біздің күнделікті брифинг өз мәресіне жетті достар. Егер форекс нарығындағы жаңалықтарды жібере алмаймыз дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің әлеуметтік желілеріне, яғни Telegram мен Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар, және осы YouTube арнаға жазылып міндетті түрде хабарламаларды қосып отырыңыздар. Келесі брифинг барысында кездескенше сау болыңыздар.